балалар? Сәлеметсіздер. Балалар, біз бүгін сіздермен бірге адалдық, заң және тәртіп туралы көп әңгіме айтамыз. Балалар, айтыңдаршы, адалдық дегеніміз не? Екеуміз дос болу керек. Өтірік айтпау керек, иә? Анамызға төбелесуге болмайды, дұрыс айтасың. Анамызға, достарымызға шыншыл болуымыз керек, иә? Өтірік айтуға болмайды екен. Ал енді мысал келтірейікші. Сендер үйде байқаусызда кесе сындырып алдыңдар. Не істейсіңдер? Анашымға айтасыңдар. Анашымнан не сұраймыз? Кешірім сұраймыз. Анашым, кешірші, мен байқаусызда кесе сындырып алдым дейміз, иә? Ал өтірік айтып, оны қоқысқа тастап жіберуге болады ма? Олай істеуге болмайды, дұрыс айтасыңдар бала. Ал балалар айтыңдар, заң дегеніміз не? Ереже. Заң дегеніміз біздің жақсы тату тәтті тұру үшіміз бізге заң керек екен, иә балалар? Сендер бағдаршамда қызыл түс жанып тұрса, жүгіріп өтесіңдер ме? Жүгіріп өтуге болмайды, ол сенді заңды бұзғандарың болады, иә? Біз бағдаршамнан қандай түсте өтеміз? Жасыл түсте өтуіміз керек. Дұрыс айтасың. Дұрыс айтасың. Ал енді айтыңдар, тәртіп дегеніміз не? Ақылды бала, иә, тәртіп деген. Сендер дүкенде, балабақшада, үйде тәртіпті балаларсыңдар ма? Тәртіпті деген қалай? Сендер не істейсіңдер тәртіпті болып? Сабақ оқисыңдар. Сурет саласыңдар. Кітап оқимыз. Ойыншықтар, не істейміз? Ойыншықты өздерің жинайсыңдар. Сендер қандай күшті, тәртіпті балаларсыңдар бала. Балалар, ал сендер айтыңдар, дүкенде біз не үшін барамыз? Бір нәрсе алуға. Зат алуға барамыз, дұрыс. Ал дүкенде сендер ақша төлеуге ұмытып кеттік. Ақша төлеу керек па, төлемеу керек па дүкенде? Төлеу керек, иә? Ақша төлеу керек. Ақшаны кімге төлейміз? Сатушы апайға төлейміз, иә? Дұрыс айтасыңдар. Балалар, біз қызық адалдық дүкеніне барамыз. Барасыңдар ма? Кәнекей, ондайса бәріміз адалдық дүкеніне жиналайық. Мен ана ойнайды. Мен деген мамамен ойнаймыз. Ақшамды төлейін. Ақшам жеткен. Мені әкем өтсіндірсе қой.
Табын. Ой, Нурали, біз ақша бітті ғой. Жүр, пока мы табайық. Эй, неге олай істедің? Неге осылай істедің? Неге осылай істедің? Мен біріншімін. Өзекші қайда? Балақай. Олай жасауға болмай. Дүкенге тартып салу керек. Кешіріңіз. Мен олай істемеймін. Балалар, біз бүгін қайда бардық? Адалдық дүкенге. Адалдық дүкенде біз қандай болуымыз керек? Ақылды. Тәртіпті болуымыз керек. Біз қолымызда не болу керек? Ақша болу керек. Ал біз дұрыс айтасың, сөмке болу керек балалар. Ал айтыңдаршы, біз адалдық дүкенде ойыншықтарды шашуға, сындыруға болады ма? Жоқ. Адал болу керек, я дүкенде, я? Сындыруға болмайды. Сындыруға болмайды. Дұрыс айтасың. болмайды. Ұрлауға болмайды, я? Дүкеншіні құрметтеу керек, я балалар? Ақшаны төлеп алу керек. Ақшаны төлеп алу керек. Дұрыс айтасың, Адия. Рахмет, балалар.